мынау жол картасы. Бұл жол картасы 2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласында жазылған. Жол карта деген сөз, яғни кірейін деп атқан заңнаманың жаңағы Қызылордада, Түлкібасада, Түркістан облысында жүргізілген осы және отбасылыққа, зорлық-зомбылыққа қарсы деген іс-әрекет деген заңнаманың жол картасы уже алдын ала жасалып қойған. Сонда 2019 жыл жасалып қойған. Жасалып қойған. Яғни ол заңнаманы қабылдап жүрмекші болған уже. Біздің шудың арқасында ол заңнама қабылдап, міне дәлелі. Міне 2019 Нұр-Сұлтан. Когда насилие начинается дома, дейді, руководство по предотвращению бытового насилия. Міне Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан. Рухани жаңғыру. Міне Қазақстан қоғамдық даму институты. Енді қараңыздар, тағы бір сұмдықты көрсетейін сіздерге. Мынау жол картасы уже алдын ала бәрін жасап қойғаны ғой. Міне қараңыздар, РК 7856 уже анықтаған. Яғни ол мына нөмірлер арқылы. Қазір көрсем. Міне, мына нөмірлер арқылы уже анықтап қойған. Сіздері 111, 102, 150 деген нөмірлер арқылы. Сол номерлармен уже қараңыздар, Қостанай, Ақтөбе, мына жерде жазылғаны. Сұмдық 72 Алматы, бұның бәрі алдын ала халыққа астыртын айтылмай істелініп отқан нәрселер. Міне 2018 жылға хабарлап қойған. Бұның бәрі қайда хабарланған? Айтайын ба? Соры ЮНИСЕФ қорларына. Соларға уже хабарлап беріп қойған. Соларға өтірік информация беріп, соның бәрін жандандырып, елімізде түнгі клуб ашқан, фитнес клуб ашқан, жаңылдегі ұрпақты азғындату үшін гендерлі равноправиені Алматыда жәндегі өз ойым деген Ләйла Сұлтан қызын бағдарламалар арқылы біздің санамызға бір гендерлі равноправиенің негізі кім? Гомосексуалист мен лесбиянкалар, яғни гейлер, бір жыныстылар, соларды өз ойым, жаңағыдай қалаулым, астыртын ақиқат пен астарлы ақиқат сияқты шоу бағдарламалар арқылы біздің санамызда сол гомосексуалистер мен лесбиянкаларға дайындаған. Мынау, міне 2010-нан бастап полициялардың полномочиясы. Енді қараңыз, 2018-де қандай болған? Міне, яғни осы арқылы оларға күш беріп отыр десеңізші. Яғни қолдау көрсетіп отырған. Енді қараңыздар, сол қолдау көрсетсе де біздің зорлық-зомбылықты статистикасын өсіріп отқан. Біз мұсылман еліміз. Статистикасы әлі өсіп жатыр дейсіз ғой. Өсіп жатыр деп отыр. Негізінде оны полиция мырзаларын кеше анықтап білдім. Өспеген, қайта кеміген. Кеміген ғой. Іші тоқтаған. Адамда іші арақ тоқтаған нәтижесінде. Енді қараңыздар, тағы бір сұмдығы. Бұл жол картасында біздің айтып өткен сұмдық жаңылдегі жазалау түрлері бар. Міне, жазылған. Міне, қараңыздар. Социология қызмет ететіндер, осы жол картасын жұмыс істейтіндер, социологтар, психологтар, социологиялық соцработниктер, және Балиеваның айтқан политология, учителя, школы, социальные педагоги, школьные психологи, участковые инспектора. Міне, енді қараңыздар, мына Аружан Сайын Балиевамен сөзге келген кезде айтыпты. Өзін ашумен айтқан ба? Ашумен дегенде енді... Ашумен дегенде негізде сүйенеді ғой по-любому. Міне нәтижесі қараңыздар. Бала сатылып жатыр десем, мені мазақ қылды. Міне сөзімнің дәлелі. Кеше мен осы ақпараттарды анықтап отырып, көзім жеткені кім Аружан Сайын. Шетелге балаларды сатқаны, иә? Иә, қараңыздар. Шетелдіктерге арнайы ұйымдар ашып, бір баламызды, қазақтың баласын, міне, қазір айтам, 38.500 евроға бағалаған. Және все включено деген программа ашып, сол программа арқылы шетелдіктерге бала сатып отырған.